Ежелгі Қазақстан мәдениеті. Құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда темір дәуірінде Қазақстан территориясын мекендеген тайпалардың мәдениетін қарастыра отырып, Ұлы Жібек жолының жекелеген тармақтары, сақ өнерінде аңдық стильдің пайда болуы, қаңлы жазуы мен музыка өнері және ғұндардың мәдени мұралары жөніндегі маңызды мәселелерді талқыға саламыз. Сақтардың мәдениеті. Сақ мәдениетінің өркендеуіне Иран ахеменидтерінің мәдениеті ықпал еткен. Сақтар Алтай, Сібір, Шығыс және Европа халықтарымен сауда байланысын жүргізіп отырды. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта Еуразия далаларында батыс пен шығыс, жерорта теңізі мен Қытай елдерін байланыстырған дәстүрлі халықаралық жәрмеңкелер өткізіліп тұрған. Ұлы Жібек жолының лазурит пен нефрит тасылатын жекелеген бөліктер болды. Памирден шығатын лазурит Иран мен Месопотамияға, нефрит Қашқариядан Қытайға тасылды. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтардың ортасында дала жолы жұмыс істей бастады. Бұл жол арқылы далалы аймақтарға бағалы заттар жеткізілді. Дала жолының бағыты Хуанке өзенінен бастап Алтайдың шығыс және солтүстік сілемдерін, Қазақстан мен Қара теңіз жағалауларындағы далаларды басып өтіп, грек-этрус жерлеріне дейін жетті. Осы жолмен сақтарға Қытай жібегі, Иран кілемдері келді. Сақ шеберлері тастан, саздан жасалған қалыптарды пайдалана отырып, қазандар құйып, қанжар, жебе ұштарын және найза, ат әбзелдерін, сәндік бұйымдар, айна жасай білді. Зергерлік өнерде ағаштан ойып жасалған бейнелер мен сәндік бұйымдарды алтын мен аптау ісі кең таралды. Түрлі түсті сердолик, халцедон, агат, ақық сияқты тастардан сақ шеберлері моншақ жасады. Сақ мәдениетінде аңдық стильдің пайда болуы. Біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырдан бастап далалы аймақтар өнерінде аңдық стиль пайда болды. Оның негізгі тақырыбы аңдарды және аңыздардағы қиял ғажайыптарды бейнелеу. Аңдық стиль өнері сәндік сипатта қолданылды. Аңдық әртүрлі бейнелермен қола қазандар, құрбандық заттары, қару-жарақтар, ат әбзелдері мен киімдер әшекейленді. Аңдық стиль өнерімен сақтар алдыңғы Азия мен Иранға жасаған жорықтарында танысты. Қаңлы жазуы мен музыка өнері. Қаңлыларда жазу дәстүрі болған. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда қаңлы тілінде заң ережелері жазылғандығын Қаңлы мемлекетіне барған Қытай елшісі Чжан Цзян көріп, хан ордасында оның заңдары мен жарлықтары сақталып, қылмыскерлерді жазалауда қолданылады екен деп жазған. Алайда белгілі археолог ғалым Падушкиннің Қазақстанның оңтүстік аймағына жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде жазудың жеке 2 бөлшегі табылды. Бұл жазу оңтүстік Қазақстандағы Шаған қонысынан 100 шақырым жердегі Естек құмының шет жағындағы мазардан табылды. Жазу алебастр сияқты берік қоспадан құйылған, биіктігі 125 см, ені 26 см адам мүсіні тәрізді бағанаға жазылған. Қаңлыларда ән, күй, би және музыка өнері өте жақсы дамыған. Олардың қос шекті, 5 шекті музыка аспаптары мен сыбызғы сырнайлары болды. Қытай елінің ақыны Бәйжи Қаңлының биші қызына арнап Биші Бикеш өлеңін жазған. Ғұндардың мәдени мұралары. Қолөнершілер ағаштан киіз үй жиһаздарын және күнделікті тұрмысқа қажетті бұйымдар жасаса, жүннен төсеніш пен кілемдер тоқыған. Киіз үйдің төрінде қамшы, ағаш қынапты семсер, садақ, жебе салынған қорамсақ ілініп тұратын болған. Байлар қола және күміс қаптырмаларымен әшекейленген кемер белдік буынды. Ғұн әйелдері құлақтарына асыл тастан көмкерілген сырға тағып, саусақтарына алтын жүзік, шашына алтын күмістен жасалған түйреуіштер таққан. Суық күндері ғұндар мал терісінен тігілген тон, тымақ, саптама етік киген.
ыдыс аяқтарды ағаштан, теріден, қыштан жасаған. Ғұндардан қалған аса құнды мәдени мұра зергерлік өнердегі полихромдық стиль болып табылады. Бұл жерорта теңізінің шығысы мен алдыңғы Азияны мекендеген халықтардың орталық Азия халықтарымен өзара мәдени байланыстарының негізінде қалыптасқан зергерлік өнердегі бағыт болатын. Полихромдық стиль бойынша күмістен, алтыннан әшекей бұйымдар жасауда зерлеу, асыл тастар мен көмкеру сияқты күрделі әдістер кеңінен пайдаланылған.